көңілден шыққан ізгі тілектерімізді жолдаймыз. Құрметті әжелер, аналар, көп мерекелік құтты болсын. Атақты әжелеріміз, аяулы аналарымыз, еліміз, даналар, күнде алғашқы мейрамымен құттықтаймыз, өздеріңді қалағын. Күнде дөсін шықты, ауадағы құпырды жерді. Ұсқан көзілігімен ашпа олғатандана қарап. Бұны басын күзілігімен ең әдемі
құрметті ата-аналар, бүгінгі келіп жатқан көктем мерекесі аналар мерекесімен сіздерді шын жүректен құттықтай отырып, мерекемізді ана әнімен жалғастырамыз. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Бұл қазіргі көрген көріністеріңіз орман оқиғалары. Енді ана әнімен жалғастырамыз. Әжелер және біздің ұжымдастар, ару қыздарымыз, бүгінгі 8 наурыз халықаралық әйелдер күні құтты болсын. Аналар, асықжандар көбіміз біз, сұлулық пен аналыққа тұнып тұрмыз. Мен Гүлзира есімім, қызым есімі Адина. Біз ұлтымызды әрқашан мақтан тұтамыз. Алғырмыз, тасқырмыз. Біз осындаймыз. Аштым өмір есігін, тербеттім айлу намның бесігін, дана, дара, ақылды анасымын. Мөлдір деген есімім. Топтағы Ақнұр қызымның Айнұр атты анасы. Жарысқа түссе баласы, отырар қалай анасы. Берді маған Алла байлықты, қазына атты, ақылды сұлу қызды, биыл бекпеміз жанар деген 3 қыздың анасымын. Есімім асыл, ақ халатты абзалжанмын. Елдерді емдеп, шиба беріп тән жазамын. Қызым көркем, ару, сұлу, аяру, есімі оның кемел аяру. Мейірімін төгіп балаға, ақылын құйып санаға, Латила және Ләззат апайға Just now to kill the king, the bottom is down and red before
анамыз. Енді өзіміз таныстырып кетсек, мен осы балабақшада жұмыс жасаймын. Сонымен қатар мен де ата-анамын сіздер сияқты. Менің немерем Рамина осы Ақкөл шынтығында тәрбиеленуші. Менің аты жөнім Марал Оспанова. Наздай сұлу Назеркенің анасы Мила ханым болады. Айзерені қолыма алған кез есімде. Шуақты жүзі бар еді, нұры бар еді көзінде. Аягүл мен боламын анасы ғана емес, анасы мен данасы. Арайлым есімді анамын, менің қызым есі Айым. Есімі оның Айым, өзі сондай гүл секілді. Анаға қарап қыз өсер, күнге қарап гүл өсер. Қызым менің Айымым, маған қарап бой жетер. Ал енді ойынның шартын айтсақ, біз алдын ала аналардан жинап алған еркелететін сөздерін біз алдын ала жазып алғанбыз. Енді балалар, сендер қайсы ана жерде мамалардың дауысы шықты, солын бер қарда енді маған қардай бұрыласыздар. Кімнің дауысы шықты, маған қардай бұрыласыздар, я? Қазір емес. Ал енді бастаймыз. Тыңдап тұрыңдар. Балалар, мұқият тыңдаңдар. Қазір сендердің аналарыңның дыбысы шығады. Сендерді айым, жадым, күнім деген дыбыс шығады. Сол менің мамам деп қолдарыңды көтересіңдер. Не болмаса. Бастаңыз. Алтыны менің, қошақаным, тошақаны менің, сары балапаны менің, бриллианты менің. Кімнің мамасының дауысы балалар? Кімнің дауысы? Онда бір қадам алдыға шыға ғой. Ибрагим, сен айттың ба? Құлыншақ. Құлыншақ. Кімнің дауысы? Табырға айталып жетіші. Құлыншақ. Кімдікі балалар? Балалар кімдікі? Құлыншақ. Кім айтады? Құлыншақ. Құлыншақ. Кімнің мамасының дауысы, Дәни? Құлыншақ. Құлыншақ. Жаным, күнім, алтыным менің, қоңыр қозым менің, жизнь моя. Жаным менің, балапаным, алтыным менің, ақылды, красав. Көшегім, шешегім, қошақаным айым, қара балам, дара балам. Кім айтады осылай? Дадам, лялечка моя, жаным, солнце мое. Қошақаным, жүрегім, алтыным, арыстаным менің. Қарағай, анасының жүрегі, кішкентай ғана балапан. Осындай қара, кішкентай балапан күнде көзгені, анасының жалғыз жүрегі. Қарағай, анасының жүрегі, кішкентай ғана балапан. Осындай қара, кішкентай балапан күнде көзгені. Жаным сол тәтті менің, ақылды өзі, қолынан бәрі келеді. Жаным менің жүрегім менің, мамасының білу салтаны, өмірім менің, ақылды менің, жаным сұлу. Жаным менің, жүрегім менің, мамасының білу салтаны, өмірім менің, ақылды менің, жаным сұлу. Жаным менің, жүрегім.
Тірлянтам, сірлянтам, тірлянтам, сірлянтам. Тірлянтам, сірлянтам, тірлянтам, сірлянтам. Шағаным менің, күнім менің, көкегім менің. Өзі сондай. Один такой, самый лучший, номер 1 в мире. Ой, какой хорошенький, такой заботливый, такой внимательный мой мальчик. Шағаным менің, күнім менің, көкегім менің. Шағаным менің, күнім менің, менің балапаным, менің жүрегім. Бриллианттары бар, боталары бар. Ал, рахмет балалар, отырыңдар. Баптаған. Біз бақтан, жақсап бақсан сақтан, атын нені мақтан, айналайын ақмаған. Алғашқы айтамыз балалар. Еркебұлан. Бастай ғой, Еркебұлан. Әр сөзін жаттаған, ерінде сақтаған. Айналайын мағынан, арнасып мақтанар. Жатқанда жетпаған, әндеп тұрмын таппаған, ол көңілді балаға, аманса жырақ мамам. Гүл мейірімі сезілген Жақсы, Алесқа құтты болсын. құтты болсын. Сіздей болсын балада, сіздей болсын балада, қатты кетсіз бала. Ескендір айта ғой. Мені түскен заман дүниесіне Ана деген. керемет сыйлап қойсын өмірде. Айта ғой. Сіз тапқын көздемейміз, тіпті оны жумаймыз. Бір күні күндері анаға сыйлаймыз. Жақсы, бастай айта ғой. Біз ананың күтеміз. Ана бізді күтеді.
ас даярлау. Біздің қолымыздан шыққан астан ауыз тиіңіздер. Және сонымен қатар біздің топтың бір анасы өзінің қолынан шыққан қолөнерін тағы да паш еткен. Ет бар ма, ет? Біздің топтың ата-аналарының атынан мынау біздің дастархандағы ең қасиетті нәрсе ол нан ғой. Шындықта нан бар жерде ән бар дейді. Сондықтан біз сіздерге нанымызды бауырсағымызды яғни тағамыз. Сонымен қатар бауырсақты береміз және Бауырсақ қазақ халқы есіге құрметті өмірдегі бауырсақты пісіріп жейміз. Ол бауырсақтың неше түрлері бар. Ши бауырсақ, домалақ бауырсақ дейді, қиғаш бауырсақ, шелпек, Ши бауырсақ айтылады. Тамақтары шығыс кухнясы дейді ғой. Самса, сонымен қатар блины, балаларға арналған тәтті сүзбе бәліші, сонымен қатар кекстар және тоқаштар тәтті. Және қолмен өзіміз тураған әртүрлі кескінде, пішінде кесілген жеміс кесінділері. Қашан жейміз? Насихаттап болдыңыздар ма? Аналарымыздың қолына дәл осы сәтте дайындалып жатқан салатымыз деуге болады. Көкөніс жемістер салаты деп аталады. Дәл қазіргі уақытта балаларға ең қажетті нәрсе жемістер, яғни дәрумендер. Біз осы салаттарды күнделікті балаға беріп отыруымыз керек. Сонда олар сондай ақылды да, денсаулық, ертеңгі қорғайтын болашақта осындай ақылды азаматтар шығады. Керемет аналарымызға қошемет.
сізге алып келген қош иісті гүліңмен кәне ойнайық. Кәне қыздар ойнайды. Енді аналар, қыздардың аналары шығып, мына жерде қыздарды тауып аламыз. Үш атана шығыңызшы, қыздардың аталарынан үш атана. Үш атана шығамыз қыздардан. Шыға беріңіздер, шыға, ақыл қылмамас, айтерек бола шыға беріңіздер. Үш атамамыз. Үш атана шығыңыздар. Үш атана шығыңыздар. Мына жерде шығамыз. Мына жерде өздеріңіз тұр. Сіздер соны иісіне танисыздар ма? Қолына танисыз ба? Сипап сезіп танисыздар ма? Енді тауып аламыз. Бәрі екі ошақтайды. Söylemей тұрамыз қыздар. Өздерің гүлдерін тауып жатыр аналарымыз. Өте керемет, қошемет. This is a song and a fighting game. It's so much fun to play. You can do it with a group, you can do it by yourself, you can do it most every day. Just listen now. Can't you got it? Now it's going to be your turn to try that lightning fun. You can do it real loud. Stop, but get ready, cause we're going to start. Here we go. Once more now. On your shoulders. Very good. The good thing about this planet is that the people will never change. But things are very different. May seem a little strange on this now. On your hips now.
Молодец, бәрі әдемі істеп жатсың. Магазин на Каспий Кейзер. Более 2,5. Да, келесі біздің балаларымыздың, әрине балаларымыздың мерекелік қойылымы аяқталды, бірақ біздің әлі де аналарымыздың музыкалық сәлемдемесіне соңғы байқауға көңілдеріне рұқсат жібердіңіздер. Кәне ата-аналарға берейікші келесі сайысымыздың соңғы өнерін деп айтайық. Құрметті көрермен, біз топтың өнеріне біз ән айтатын болып шештік. Барлығымыз анамыз бар. Сол себепті бізбен бірге қосылып отырыңыздар. аман есен өсе берсін, гүлдей жайнасын, құлпырсын, сенімдеріңізді ақтасын. Рахмет аналар, көңіл бөлгендеріңізге, уақыт бөлгендеріңізге. Бүгін наурыздың 8-і, сұлулықтың егізі. Әдемі сөз анаға айтар лебізі деп, біздің сіздерге арналған лебіздеріміз аяқталмайды. Мәңгі жүрегімізден шыға береді. Сіздерге көп-көп рахмет. Жанұяларыңызға амандық, бала-шағаларыңыздың қызығын көріп, тек биіктен көріне беріңіздер. Ана бақытын, әйел бақытын тілейміз сіздерге. Бірақ бұнымен біздің еміз шектелген жоқ, енді әзіл-қазылар дайындалсын деп, біз енді лебізімізді айтып жатырмыз сіздерге. Жалпы қазір біздің меңгерушіміз Гүлбақыт Оңғарбаевнаға сөз берейік, ол кісіде құттықтау бар екен сіздерге айтатын. Номинация еще беріпті ғой біздің. Парасатты ана номинациясы Асыл ханымды ортаға шақырайық. Парасатты ханым болса енді
екен. Гүлзира ханымды ортаға шақырамыз. Келесі біздің номинациямыз мейірімді ана. Мейірімді номинациясымен Айнұр ханымды әрқашанда осылай мейірім жүзіміз сіздер. Келесі біздің номинация дарынды номинациясы. Дарынды номинациясы дарынды ана Жанар ханым. Ең дарынды ана. Құттықтаймыз сізді. Келесі номинация шебер ана. Кім көпті сонда біздің шебер анамыз? Шебер анамыз Мирует ханым. Ләззат пайдам енді қазір келесі біздің номинация инабатты ана. Инабатты ана номинациясымен бізді Аягүл ханым. Инабатты ана. Рахмет сізге. Келесі номинация шығармашыл ана. Шығармашыл ана номинациясы бізде Людмила ханым. Anne koşumet отырайық, келесі біздің номинация әжелерімізді ортаға ең басты мен әжелерімізді шығару керек. Әжеміз деген қалма жоқ болған таба алмай жатырмыз. Және ғибратты әже деген номинациясымен Раминаның әжесі марапатталды. Оспановна. Әрине, ол әже, ол белсенді әже ғой, қызметкер болса да. Келесі номинация ақылды школасы бар екен сізде. Ақылды ана номинациясымен Арайлы ханым. Дәне қошеметтер. Келесі номинация өнерлі ана. Өнерлі ана номинациясымен Мөлдір ханым болу керек. Мөлдір ханым. Шебер ана, Мөлдір ханым шебер ана дейді. Айтып қойдыңыз ба енді? Сюрприз болмай қалды. Келесі біздің номинациямыз шебер ана. Шебер ана мен әрине біз Мөлдір ханымды марапаттаймыз.